Жандарым сол, всем привет! Неге мен бұлай мына қалпымда, мына түріммен видео түсіріп жатыр десеңіздер, маған көп адам, яғни менің подписчиктерім жазды, бір күндік влог түсіріңізші, бір күн не істейсіз, бізге қызық көрсетіңізші деп. Поэтому бір күндік влог түсіремін. Так, бүгін мен обедкі сағат 2-де тұрдым, қазір сағат 3, мен әлі жатырмын диванда, TikTok көріп, Instagram көріп. Сол енді бүгін не істейтінімді отыды қазір түсіріп сендерге көрсететін боламын. Қазір Джоннидің тамағын беретін кез келді. Бұған тамақ беретін кезде всегда осылай қасыңнан шықпайды. Ойбай, сенен артық адам жоқ. Міне, тамақ беретін менде мынандай автокормушка, вот ішіне осылай кормдарын салып қоясың да. И былай тоқтатығасың. Одан кейін негізі телефон арқылы болады управлять етуге. Менде қазір просто телефонмен видео түсіріп жатырмын, поэтому бүйтеміз дағыны. О, міне, парче. Жесі? Осылай тамақтанады мына. Душқа түсіп, шоңылып шықтым. Кстати, мен таңертең завтракать еткенді вообще ұнатпаймын. Вообще завтракать етпеймін деп айтсам да болады. Только кола ішем. Азанда, представляете, күнде азында тұрған кезде душтан шыққаннан кейін мен кола ішуім керек. И ары қарай уже бояну процесі қызық болса тоже көрсетейін. Бұл жерде мен ең алдымен праймер жағам. Праймерсіз ешқандай макияж бетте тұрмайды, яғни оны қыздар жағы біледі. Потом менде тоналка осындай. Бұл менде бюджетный вариант дейді ғой. Енді қымбат емес, бір средний енді. Арзан тоналка, шындығын айтқанда ше. В общем, 3,5 мың теңге тұрады. Қымбат тоналканы алмадым емес, менде алып көрдім, қымбат Dior, анау дегенше, бірақ ешқандай разница жоқ. Шынымды айтайын, ешқандай разница жоқ. Если өздерің бояна алсаңдар, беттерінде любой тоналка арзан болсын, қымбат болсын, беттеріңді әдемі жағып тұрады. Барлығы өздеріңе байланысты. Но енді қымбатпен боянам десеңдер, қымбатпен бояна беріңдер, өздерің білесіңдер ғой. Мына кезде уже кішкене менің шыным келіп жатыр, потому что қарасаңдаршы менің контурым ойбай не болып кетті деп мына айнаға қарап отырмын. То есть айнаға емес, камераға қарап отырмын. Но уайымдамай қойыңдар, қазір бейкенік бәрін істегеннен кейін, пудра жаққаннан кейін бәрі өз орнына келеді. Неге айттым ғой жаңа, пудра жаққаннан кейін бәрі нормально болады деп. Сонымен, бояну процесін осымен тоқтатайық еді. Қазір боянып отыра беремін, мен одан кейін бүкіл видеом бояну, макияж болып кетеді. Ары қарай жалғастырайық, ары қарай шашымды кептіремін. Боянып болғаннан кейін обязательно шаш кептіріп. Бүгін укладка істемеймін, потому что уже кеш болып кетті да, бүгін кеш тұрдым, поэтому просто шашты кептіріп қоя саламын. Шашты жақсылап, нормально кептіру керек, өйткені бізде ауа райы енді білетін шығарсыздар, өте салқын. Қазір ақпан айы, жақында енді көктем келе жатыр, жылнама десек, наоборот күн салқын болып кетті. Наконец-то душқа түсіп, боянып, шашымды кептіріп болдым. Енді мен обязательно, кстати, үйден шығатын кезде мен үйдің барлығын жинастырып кетуім керек. Ал жинастыру дегеніміз бұл посуданың барлығын жуып кетуім керек. Үйсті батырлатып, посуданың бәрін зу деп жуып тастадым, Енді білмеймін, мен сияқты адамдар бар ма? Мен андаймын да, бір нәрсені бастасам, бәрін до конца істеп кетемін. Например, посуда жуып бастасам, ары қарай пол жуып кетемін, раковина, ванна бәрін жуып кетемін да. Сондай мен, тоқтай алмай қаламын деген соң. Сөйтіп жуып болған посуданың барлығын енді орындарына қойып жатырмын. Сөйтсем, ойбай, ана жақта 2 штук сковородка тұр екен ғой. Мәссаған сковородка жуғанды жек көрім бар ғой ше. Сөйтіп ол сковородка не үшін тұр десеңіздер, мен кеше блины істегенмін ғой. Оны менің инстаграмда подписчиктерім біледі. Сол блины істегенім сторисқа салып, бәріне мақтанғам, представляете? Бірінші рет блины істегенмін. Если хотите, тоже блины істегенімді влог қылып, осы ютубқа салайын. Я десеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Сөйтіп, наконец-то 3 сағаттан кейін дайындалып, барлығын болғаннан кейін сыртқа шықтым. Мына қолымдағы не деп сұрасаңыздар, бізде мусордың қасында енді двордың, көшенің мысықтары бар да, мен соларға всегда осылай пакетке салып тамақ қалдырып кетемін, өздері келіп жейді. Қазір енді мен лобстер жеуге бара жатырмын. Ну как лобстер андай, бізде Алматыда жаңадан ашылған жер бар. Типа хот-дог сияқты, бірақ хот-догтың ішінде сосиска ғой. Ол жерде лобстер, қазір соны барып жейін деп жатырмын. Потом айтам қандай. Дала салқыны, ужас. Дала салқын, ребятушки, жаурап қалдым, қатып қалдым. Хотя ішімде гамаж бар, бәрі бар. Водолазка киіп аламын ғой. Но мұздай, дала. Лучше шықпай қойған артық мынандай погодада. Хот-дог с крабом бар. В общем, бұның аты краб па или лобстер ма? Екеуін шатастырып ала берем ше. Краб, точно краб. В общем, анау шынымен крабтың еті екен. Осы тұрысы 13 мың теңге тұрады. Негізі шынымды айтсам, тура анандай магазинде сатылатын бар. Анандай
крабовый палочки ше дәмі тура сондай. Мен басында бүйтіп қарап қоямын, ішінде мына крабовый палочки ме или шынымен крабтың еті ме деп сөйтсем, иә, шынымен крабтың еті екен. Негізі жақсы, там бір-екі рет жеп көруге болады енді. Оказывается, көбістеріне онша ұнамай жатыр екен. Маған нормально енді ұнады. Жаңағыдай мен қарным ашып тұрған ғой, мен тем более азаннан бері ешнәрсе жеген жоқпын, бірақ кола іштім, өздерің білесіңдер, и обедте де мынау менің ужиным, короче. Потом тамақтанып болғаннан кейін Есентайда бір осындай қымбат магазин бар, сол жаққа кіріп көрейін дедім, не бар, не жоқ деген сияқты. Сөйтіп мынандай кепка тауып алдым. Мына кепканың бағасы 165 мың теңге екен, представляете? Алатын бедіңдер 165 мың теңгеға, теңгеға деп қой, теңгеге кепка. Я десеңдер комментарий жазып кетіңдер, жоқ десеңдер лайк басыңдар депші. Потом мәссаған Дольче Габбананың мынандай курткаларын көрдім. Негізі қанша теңге тұрады деп ойлайсыңдар, өздерің просто былай түріне қарап айтып көріңдерші, ойланып көріңдерші қанша тұрады. Мен сендерге айтамын, жауабым бағасы 1,600,000 теңге. Стоит па, не стоит па? Мне кажется, стоит, ақшаң болса алуға болады әрине. Одан кейін Мегаға келдім. Мегаға не үшін келдің деп сұрасаңдар, үйге продукты бітіп қалған болатын. Қазір үйге продукт аламыз, одан кейін сол продуктын алып болғаннан кейін распаковка болады. Продукт алмас бұрын ең алдымен зоомагазинге кіріп мысығыма заттар алдым. Мысығым наполнителімен и вкусняшки бітіп қалған болатын. Бұл мысықтың заттары 5500 теңге ма, сондай шықты примерно. Енді ары қарай үйге керекті заттар, мына заттардың барлығы 58 мың теңге шықты, представляете? 58 мың теңге, ойбай, 4 пакет болып үйге қайттым. Сөйтіп үйге келгеннен кейін жаңағыдай машинадан түсіп, енді келесің ғой үй жағына дейін, сөйтсем шашым былай айқайлап кетіпті. Ойбай, неге шашым былай болып тұр деп шок болып тұрмын мына жерде кәдімгідей. Келесі бізде сіздердің жақсы көретін рубрика распаковка чек. Кеше сторисқа саған жоқпын, енді мына жақта интереснее же, енді сторисқа сап қойсам ешкімге қызық болмай қалды, поэтому осы жерден көре беріңіздер. Еще бағаларын бәрін жазып кетемін. Мына жақта чектен қарап отырмын, қанша шыққандарын ше, поэтому бүкілінің бағасын жазып кетемін осы жерге. Еще ет алған болатын, бірақ ол етті уже морозилкаға салып тастаған, поэтому түсіруді ұмытып кетіппін. Ет 500 грамм алдым, сиырдың етін, одан кейін 2 стейк алдым. Қазір сол бір стейкті осы түнге қарай жасап жеймін, тоже қазір көресіздер, влогтың аяқ жағында болады. Оказывается, мыналардың бағалары қымбат екен ғой. Мен енді бүйтіп қарап мәздаған деп отырмын да. Білмеймін, сіздер жақта енді баға қалай. Мына менікіне қарағанда сіздер жақта, мне кажется, кішкене арзандау, иә. Сондай секілді кішкене. Мына жақта енді вкусняшки, өздеріңіз көріп тұрсыздар, мармелад, там пепси, еще менің сүйікті кофем, осындайды негізі ішіп тұрамын азында. Енді бүйтіп көріп жатырмын, мен нанның бағасын енді білдім. Нан 144 теңге екен. Бір 200 теңге ма десем, но нан енді арзан екен, иә. Енді өздеріңіз айттыңыздар маған, сөйтіп влог түсірші бір күндік деп, жалпы сіздерге қалай болып жатыр, ұнап жатыр ма, или слишком қызық емес па? Если ұнаса комментарий қалдырыңыздар деп ше. Сол, енді мына жақтан өздеріңіз бағаларын көрдіңіздер ғой, мен яқты чекке қарап барлығын жазып отырмын, енді толықтай түсінікті болу үшін ше. Так, осылай біздің распаковкамыз почти аяқ жағына келіп қалды. Мына жақта жаңағыда уже су, еще рис алдым. Манандай дайын рис, просто суға сап жүре саласың. Іште жуылып тұрған творожный сыр, одан кейін фанта и лимонад, сода. Түнгі сағат 1 болайын деп жатыр. Мен енді ужин істейін деп жатырмын. Негізі басында ойлайтын, ойбай, там стейк істеу қиын деп ше. Ешқандай да қиыншылығы жоқ екен. Оп-оңай екен, бір 15 минуттың ішінде дайын болып шығады. Еще дәмді болып шығады. Стейк істегеніңді видеоға түсіріп сал десеңіздер, тоже комментарийға жазып кетіңіздер. Стейк деп тоже түсіріп салатын боламын, если сіздерге енді қызық болса ше. Осылай менің бір күнім өтті. Все, енді ұйқыға дайындалайын деп жатырмын. Мына жақта макияжым өшірейін деп жатырмын. Мен андай переход болады. Пау дейміз дағаны. Все, бүгінге осы, жандарым сол. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.